Бүгінгі ролигімізде кезекті кір жуғыш машина ақауы ішіндегі суды төкпейді. Сол себепті ары қарай сықпайды, общем, жұмысын жалғастырмайды. Енді фильтрді тазалаған ішіндегі. Мінекей мына жерде фильтр тұрады. Бұның ішін тазалаған, фильтр таза, бірақ сонда да насос, помпа, суды айдап тұратын помпа айланбайды, суды төкпейді. Сонымен енді келіп тексерсем, бұл помпамыздың пәрелері тұр ғой, айланатын пәрелері. Соған бір киімнің бір жаңағы несі оралып қалған екен ғой, жебі. Оралып, содан біздің помпамыздың пәрелері айланамай, суды төге алмай тұр екен. Енді оны алу үшін, мінекей осы фильтріміздің сыртқы корпусы, соның арт жағында бұл бұлай 3 бұрандамен бекіп тұратын. 3 бұрандамен бекіп тұрады. Сол бұранданы жаңағы шешіп, бері қарай суырып аламыз дағыны тазалаймыз. Ол үшін кір жуатын машинамызды осылай бір жанына жатқызып қоямыз. Сөйтеміз дағыны осылайша ішін ашып, помпаны алып, ішін бәрін тазалап, помпаны тексердім, 220 беріп, 220 беріп тексердім, помпа істеп тұр, айланып тұр. Бұл өзі 220 мен істейтін помпа, мына жерде бәрі жазылып тұр. Кейінгі модельдерде 220 мен жасамайды помпалар, оларға жаңа 220 беріп, жаңағы күйдіріп қойып жүрмеңдер, 220-240 вольт айнымалы. Осыған мән беру керек та, қандай тоқпен жасайтынын. 220 мен жасаса, 220 мен тексеруге болады. Ал енді тұрақты тоқпен істейтін болса, онда оған 220 берсеңдер күйетін болады. Осылайша ақау анықталып жөнделді. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар. Ролик пайдалы болса лайк басамыз, пікір жазамыз, арнаға тіркелеміз, таныстармен бөлісеміз.